Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен масштаб туралы айтамыз. Масштаб дегеніміз не? Масштаб дегеніміз, мысалы, Сатпаевтан Қарағандыға дейінгі қашықтық 500 километр болсын. Бұл жердегі қашықтық, яғни ұзындығы 500 километр. Бұл бізде, егер де машинамен баратын болсаңыздар, немесе пойызбен баратын болсаңыздар, шамамен 500 километр болады. Енді осы 500 километрді картаға түсіру үшін, яғни бізде мынандай картамыз болатын болса, мысалы, Сатпаевтан Қарағандыға дейін ұзындық қанша сантиметр болады? Қанша х сантиметр? Сол қанша есе кішірейткендігі туралы білдіреді масштаб дегеніміз. Мысалы, ол картада шамамен 5 сантиметр болуы мүмкін. Картада, сызбада, немесе сызбада деп айтады, картада деп айтады. Ол 5 сантиметр болуы мүмкін. Енді осы 5 сантиметр болу үшін бізде километрді, яғни жердегі ұзындықты сызбаға неше есе кішірейтті, соны білдіреді масштаб дегеніміз. Неше есе кішірейткен білдіру үшін біз мынандай формула қолданамыз. Масштаб тең картаны жерге бөлеміз. Мына ортада бөлшек, ол бөлуді білдіреді. Сонда бізде қараңыздар, картадағы ұзындық ол 5 сантиметр, иә? Картадағы ұзындық 5 сантиметр. Ал жердегі ұзындық бізде 500 километр. Осы 500 километрді біз сантиметрге айналдыруымыз керек. Оны сантиметрге айналдыру үшін біз километрдің қасына 5 нөл тіркейміз. Сонда ол сантиметрге айналады. 2, 3, 4, 5 сантиметр болады. Сонда 1 километрді, мысалы, сантиметрге айналдыру үшін 1 және 5 нөл жалғайды екенбіз. 5 нөл сантиметр. Міне. Мынау 500, соның қасына 5 нөл. 1, 2, 3, 4, 500 сантиметр. Сонда бізде не болады? 50 миллион сантиметр болады. Енді біз не істейміз? Осы 5 пен мынау 5-ті қысқартамыз. Сонда мынау 1 болады, мынау 1 болады. Біздің жауабымыз 1 бөлінген 10 миллион болады екен. 1 бөлінген 10 миллион. 1 бөлінген 10 миллион. Бұл дегеніміз, сіздердің мынау 500 километрді 5 сантиметр қылып кішкентай өлшемге сыйдыру үшін 10 миллион есе кішірейтті деген сөз. Оны кітапта 1 бөлу 10 миллион деп те жазады. Бұл дегеніміз бізде 10 миллион есе кішірейтті деген сөз. Бірақ бұлай кішірейтті есе деп кітапта жазбайды, ол ешкім айтпайды. Просто солай түсініп алыңыздар. Енді есептер қарастырайық. Ұзындығы 40 сантиметр болатын кесіндінің сызбасының ұзындығы 1 сантиметр. Масштабын табыңдар дейді. Бірінші есеп. Бұл ұзындығы 40 сантиметр болатын кесіндінің сызбадағы ұзындығы 1 сантиметр десе, мынау значит біздегі өмірде, яғни жердегі ұзындығы. Жердегі ұзындығы бізде 40 сантиметр, иә? Ал кесіндідегі сызбадағы ұзындығы ол 1 сантиметр. Яғни 40 сантиметрлік нәрсені кішкентай 1 сантиметр қылу үшін неше есе кішірейтті? Яғни масштабын табуымыз керек. Масштабы ол қанша есе кішірейткендігін білдіреді. Масштабтың формуласын әрқашан жазамыз, чтобы ол бізде жатталып қалу үшін. Масштаб тең карта бөлу жер. Осы жерде масштабын табу керек болғандықтан масштаб тең карта дегеніміз бізде 1-ге тең болады. Карта 1-ге тең, ал жер астында ғой, әріпті санмен ауыстырамыз. Сонда ол 40 болады, 40 сантиметр болады. Бізде сонда ол 1 бөлу 40 сантиметрге тең болады. Масштабтың өлшем бірлігі бізде жоқ. Ары қарай екінші есебіміз бізде. Жердегі өлшемі 50 сантиметр. Жердегі өлшемі 50 сантиметр. Картадағы өлшемі сол өзгеріссіз қалды, 1 сантиметр болды. Сонда бұның тоже масштабын табуымыз керек. Масштабтың формуласы тұр мұны. Картаның орнына сызбадағы өлшемді жазамыз. 1 болады, ал жердегі өлшемі 50 болады. Сонда бұл дегеніміз 1 бөлу 50. Яғни 50 сантиметрлік затты 1 сантиметр қылып кішірейткен. Значит, 50 есе кішірейтті деген сөз. 1 бөлу 50 болады. 50 есе кішірейтті. Масштабы 1 бөлу 50. Келесі үшінші есеп. Енді бұл жерде 1 дециметр ғой. Жердегі шын оның өлшемі 1 дециметр. Оны сантиметрге бірінші айналдырамыз. Ал оның алдындағы есептер итакта сантиметр болғандықтан оны біз өзгерткен жоқпыз. Ал енді басқа өлшем болса, оның барлығын біз сантиметрге келтіруіміз керек. Сызбадағы, яғни картадағы өлшемі ол 1 сантиметр, ол барлығында бірдей өзгеріссіз тұр.
Осы есепте масштабын табу керек. Масштаб тең үстінде сызба, яғни бір картаның ұзындығы және жердегі өлшемі 1 бөлу 10 болады. Яғни бұл жерде 10 сантиметрлік нәрсені 1 сантиметр қылып жазса, 10 есе кішірейтті деген сөз. 10 метр болса, 10 метр болатын болса, жердегі өлшемі ол 10 метр дегеніміз 100. 1 метрде 100 сантиметр, значит 10 метрде 1000 сантиметр болады. Картадағы өлшемі 1 сантиметр, масштабын табу керек. Бұл жердегі масштаб тең карта 1, анау 1000-ға тең, жердегі өлшемі 1 бөлу 1000, яғни 1000 есе кішірейткен екен. Келесі есепті қарайық. Мына жердегі 1-9 сурет, мынау сурет, 1-100 бөлу масштабында кескінделген бөлменің сызбасы, яғни планы берілген. Бөлменің сызбадағы өлшемдерін тауып, ұзындығы енін нақты мәндерін табу. Нақты мәндер десе, яғни біздегі жердегі өлшемін табу керек екен. Сызбаны біз кітаптан егер линейкамен өлшейтін болсақ, мына жағы 5 сантиметр шығады, мына жағы бізде 3 сантиметр шығады. Бұл сызбада, иә, мына екеуі де картада, яғни сызбадағы өлшемі. Енді жеке-жеке табамыз. Бірінші картадағы 5 сантиметрді біз өмірде қанша сантиметр екендігін табуымыз керек. Яғни формуланы жазамыз. Масштаб тең карта бөлу жер. Осы жерде енді қараңыздар, менде масштабтың мәнін беріп қойған ғой. Мен просто аламда масштабтың орнына осы санды ауыстырып жазам. Яғни 1 бөлуді, бірақ та мен 1 бөлу 100 деп жазам, бөлшек ретінде. 1 бөлу 100, міне тең. Масштабтың орнына менде сан бар, сол санмен просто ауыстырам. Тең сызбадағы, яғни картадағы өлшемі бар ғой, мен жаңа линейкамен өлшеп аламыз дедім ғой, 5. Ал жердегі өлшемі бізде жоқ, шын өмірдегі өлшемі бізде жоқ. Міне сонда бізде осындай пропорция пайда болады. Жердегі өлшемін табу үшін кім белгісізбен көбейтіліп тұр, ол 1 астына жазылады, ал 100-бен 5 үстіне жазылады. Яғни жердегі өлшемі бізде всегда сантиметрмен шығады, оны біз метрге айналдыратын болсақ 5 метр. Сонда бұл қабырғаның ұзындығы өмірде 5 метрге тең екен, жерде ол 5 метр. Значит, мынау екінші ені, оның ұзындығы қанша болады, жердегі ұзындығы? Тура сол масштабпен аламыз, 1 бөлу 100 тең. Енді 12 бізде 3 сантиметр қабырғасы, бөлу жер. Байқасаңыздар, жер тең 3 пен 100-ді көбейтіп 1-ге бөлетін болсақ, ол бізде 300 сантиметр, ол дегеніміз 3 метр шығады. Енді, значит, өмірдегі оның қабырғасы ұзындығы 3 метр болады екен. Келесі есеп, Астанадан Қарағандыға дейінгі қосатын кесіндінің ұзындығы линейкамен табыңдар дейді. Линейкамен табатын болсақ, ол бізде шамамен 3 сантиметр шығады. Линейкамен өлшеңіздер кітапты. Сол кезде оның картаның кішірейтілген масштабы 1 бөлу 7 миллион болады. Олай болатын болса, жер арақашықтығын табыңыздар. Масштабтың формуласын жазамыз. Карта бөлу жер тең. Масштаб бізде берілген, масштабтың орнына мәнін ауыстырып жазамыз. Бұл бізде 1 бөлу 7 миллион болады. 1 бөлу 7 миллион тең. Картадағы ұзындық 3 сантиметр. Біз оны линейкамен өлшеп аласыздар. 3 сантиметр бөлу жердегі өлшемі. Жердегі өлшемін табу үшін біз оны пропорция құрып алады екенбіз. Пропорция құрып, жер тең 3 пен 7 миллионды көбейтеміз. Және 1-ге бөлеміз. Сонда ол 21, және де неше нөлі бар? 6 нөлі бар. Яғни 21 миллион сантиметр болады. Енді бізде керісінше жердегі өлшемді табу үшін сантиметрді километрге айналдыру үшін біз 5 нөлін алып тастаймыз. Сонда ол 5 нөлін сызып алып тастайтын болсақ, ол керісінше километрге айналады екен. Сонда бұл екі қашықтық жерде 210 километрге тең болады екен. Сонда қараңыздар, километрді сантиметрге айналдыратын болсаңдар 5 нөл қосамыз. Ал керісінше сантиметрді километрге айналдыратын болсаңдар 5 нөлді алып тастайды екенбіз. Келесі есеп. Үлкен Алматы каналының ұзындығы 170 километр. Бұл яғни жердегі ұзындық, иә, жердегі ұзындық 170 километр. Оны сантиметрге айналдыратын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5 нөл қосамыз. Ал сызбадағы картадағы ұзындық 17 миллиметр. Ол миллиметрді да біз сантиметрге айналдырамыз. 1/7 сантиметр. Олай болатын масштабын табыңдар дейді.
Онда масштаб тең формуласын жазамыз. Карта бөлу жер. Масштаб тең картадағы ұзындығы 1,7, ал мынау өмірдегі ұзындығы бізде 170 және 1, 2, 3, 4, 5 нөл қосам дедім, иә. Енді мына үтірі бар нәрселерді қысқарту үшін мен не істеймін дедім, үтірлерін жылжытамын. Мынау бірде жылжыса, мына жақта нөл қосылады. 17 болады, мына жақта. Итак, 6 нөл бар, значит, біз 1, 2, 3, 4, 5, 6 нөл, тағы да 1 нөлді қосамыз, себебі үтір жылжыттық біз. Сонда мынау 17 мен 17 қысқарады, 1 болады, 1 болады. Сонда бұл бізде 1 бөлу 6, 7 нөл, ол дегеніміз 10 миллион. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Сонда бұл бізде масштабы 1 бөлу 10 миллион, оны былай да жазуға болады. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Онда бұл біздегі ұзындықты 10 миллион есе кішірейтіп, мынау бізде жердегі ұзындықты 10 миллион есе кішірейтіп, 17 миллиметр қылып сызып берген екен. Келесі жер бетінде 68 километр берілген екен. Масштабы біріншісі 1 бөлу 2 миллион. Оны бұлай бөлшек ретінде жаза беруге де болады дедім, иә. 1, 2, 3. Олай болатын болса, бізге картадағы арақашықтықты табыңдар дейді. Картаны табамыз. Формуланы жазамын. Масштаб тең карта бөлу жер. Осы жерде менде енді масштабтың орнына санды ауыстырып жазамын. 1 бөлу 2 миллион. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Яғни 2 миллион. Картадағы ұзындық жоқ қой менде. Жердің орнына 68 километр. Оның қасына неше нөл қосам дедім? 1, 2, 3, 4, 5. Сонда ол сантиметрге айналады. 1, 2, 3, 4, 5. Ары қарай енді арасына пропорция қоямыз. Карта тең 1 мен 68, 1, 2, 3, 4, 5 бөлем 2 миллионға. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 миллион болу үшін 6 нөл болады, иә. Енді астында бізде 6 нөл, үстінде бізде 5 нөл. Яғни үстіндегі 5 нөл мен астында 5 нөл қысқарса, 68 бөлу 20 болады. Оны тағы 2-ке қысқартсақ, 34 бөлу 10 болады. А ол дегеніміз 3,10-4. А ол дегеніміз 3,4 сантиметр. Яғни картадағы ұзындығы 3,4 сантиметр болады екен. Енді қараңыздар, бізде есептерді шығару үшін біз не істеуіміз керек екен? Формуланы жазамыз. Қай мән береді, сол әріпті сол мәннен ауыстырамыз. Масштаб 1 бөлу деп кітапта былай береді. Сендер оны бөлшек қылып жазасыңдар да пропорция құрастырамыз. Сонда қай әріп жоқ, сол әріпті пропорциямен тауып есептеп шығамыз. Барлығын сантиметрге айналдыру керек. Қосымша мына есептерді пауза қойып өздеріңіз шығарсаңыздар болады.